Көптеген ежелгі мифтер мен аңыздарда көрініс тапқан бұл өнер мәдениеттің сансыз қабатының терең тарихи өміршеңдігін растайды. Тереңдігі мен сұлулығы жағынан алып қарайтын болсақ, қазақ фольклорындағы мифтер мен аңыздарды салыстыруға келмес. Оларды қазіргі Қазақстан жерінде қоныстанған ежелгі тайпалар мен халықтар құрды. Біздің ұлттық дәстүрімізді, тарихымызды ауызша әдебиетпен насихаттау мақсатында айтыс ақындар шыға бастады. Суырып салма ақындар сол жердегі болған оқиғаны ертеңгі тарихқа қалдыру үшін жыр ретінде сол көзбен көргендерін жырлайды. Енді сол тарихқа еніп кету әркімнің арманы. Сол бір ақынның айтқан бір шумақ өлеңінің ішінде менің де атым жүрсе екен деген арман сол кездегі адамдардың барлығында болды. Ол бір мұражайда қалумен бірдей адам баласы үшін. Сондықтан айтыс сондай маңыздылығы бар. Қазақ фольклорының мағынасы жағынан терең мазмұны, тәрбиелік мәні, негіздемесі бар. Оған ертегілер, эпостар, әңгімелер кіреді. Бұл қазақ халқының өмірінің бір бөлігі. Біз осы мәдениетті барлық салттық әндерді, күйлерді, жырларды, эпостарды, ертегілерді сақтап, келесі ұрпаққа жеткізуге тырысамыз. Академик Ахмет Жұбанов 30-шы жылдары белгілі бір топ құрып, экспедицияларға шығып, қазақ фольклорын жинағысы келді. Оның арманы орындалып, 58-ші жылы консерватория жанынан топ құрып, осы фольклорлық кабинет ашылған болатын. Ол кезде ректор Еркеғали Рахмадиев еді. Осылайша алғашқы экспедицияны Талдықорған облысына жасаған. Жобаның негізгі мақсаты ұлттардың музыкалық дәстүрлерін, дәстүрлі музыкалық мәдениетті зерттеу. Экспедициялық жұмыс фольклор жағдайын зерттеудің негізгі нысаны болып табылады. Экспедициялар үнемі өткізіліп тұрады. Олардың құрамына консерваторияның профессорлары мен студенттер кіреді. Экспедиция барысында жиналған музыкалық материалдар мұрағатқа, қорларға және зертханаларға, халық музыкасын зерттеу орталықтарына сақтауға келіп түседі. Музыканы естіген сәтте оған сөз қосып, оқиғаны айтып бергім келеді. Ән осылай туындайды. Қазақ халқының әндерінде оның көп ғасырлық тарихы, ойлары, сезімдері, үміттері мен армандары, тіпті қайғысы мен қуанышы көрініс табады. Білдей бір Ақсақ Құлан деген күйдің тарихын алып қарасаңыз, білдей бір сол кездегі патшалықтың ішінен құлдырауына әкеліп соқпау үшін бір күймен білдей бір ханның ұлының өлімін жеткізу, ол біздің ата-бабаларымыздың сол өзінің фольклорымен бірлесіп, біте қайнасып, бүкіл халық болып осы домбыраның дауысы арқылы бір саяси оқиғаны, не болмаса бір әулеттегі трагедияны, не болмаса қуанышты қайғыны, көз жас пен күлкіні жеткізе алатын деңгейге дейін көтергендігі. Біздің міндетіміз өскелең ұрпақтың санасында халқымыздың тарихи мұрасын, дәстүрлі музыкалық фольклорды насихаттау, ұлттық мәдени құндылықтарды ғылыми тұрғыдан зерттеу.